Қайырлы кеш. Қуаныштымын өте андай клавиатураға өте күшті жаза алатын жігіттер мен ағалар мен Фейсбуктың адамдары. Алмас, неше минут беріледі выступление? 3 минут? Мен үйленген адам, маған 3 минут аз. Маған бір жас кезінде хабарласаң, студент кезінде 3 минутта концерттерді бере беретінен бар ғой. 5-6-7, бірақ енді залда өзі риза болмай қалады енді. Концерт тағы да керек ау. Деп мен айтамын, мен бастап жүргенім концертім деп өзім біріншіден. Концерт дейтін оңай емес сол дейтін. Бала кезімізден бастап біздер енді білмейміз ғой концерт беруді қалай екенін. Білесің ғой, кішкентай болып жүресің. Сосын бір браттардан естисің, үлкен, ана жақта стендаппен концерт беріп жатыр екен ғой. Концерт деген ана жаққа бар көрсетемін дейді. Бірінші суретін көресің концерт беріп жатқандардың. Залды көріп, деп қаласың әңгімедей. Концерт бергендердің суретін, содан кейін кішкене өсесің ғой, видеоға қол жетеді. Не деген концерттер әңгімедей, ана жерде билет алып кірген залды көріп, көріп жатқан ана артисті көріп концерт беріп жатқан небір өнерпаздар Германиядан келген. Соларды тыңдап, кәдімгідей аузың ашылып, содан кейін енді өзің бастамайсың ба? Концерт бергің келіп, ваннаны жауып алып, өзің репетировать етіп айнаның алдында. Концерт бере беру. Енді залдың түрі болады дейтін бар ғой. Концерттің небір өнерпаздар бар, жаңадан шығып отқан, бірақ залда да әр түрі болады. Енді бірінші, ең ыстық, ең бірінші шыққан залың ғой енді өзің. Енді ондай ұзақ концерт емес, қысқа рөлдер берілген, атып шығасында бірақ шыққаннан кейін ощущение. Тара-тара-тара, хей деп кәдімгі зал. Концерт бере беру оңай емес енді. Күнде зал шықпай қалады дейтін залдар бос емес. Кейде бір ауылдан достарың кетеді, концерт беріп жүрмедік пе деп қояды. Енді ол жерде қайдан табасың, бірақ құдайға шүкір әйтеуір андай залдар бар, ақша төлейсің де өзің концертін бере бересің. Администраторларда жүреді, ат шығып, не бар, көк. Концерттердің түрі бар ғой, көктем шақырады деген. Администратор сондайлармен барып, енді ол жер енді анау ақша төлеп өзің барып концертіңді беріп кететін залдарды іштеңен енді таңғалдыра алмайсың енді іштеңемен. Ол жер көпті көрген зал, өнердің түрін біледі дегендей. Бірақ енді ақшасы төленгесін ба обалыны керек шапалақтап қошеметтеп отырады кәдімгідей. Сырттан біреу бетіп қарап қалсам, мынау не деген өнерпаз деп ойлап қалады. Білмейсің оның ішінде не отқан. Өзің залды ыңғайластырып төлеп келген залға кіріп келсең, саған дейінгі өнерпаздар аппаратурасын жинап кетіп жатады. Түрлі. Енді олар ансамбльмен жүретіндер бар, группалармен жүретіндер бар. Енді бір айтарым, екеуі бір-біріне қарап өз-өздеріне концерт беретін артистерден сақтасын ағайын. Концерт ұнамаса, бос концерттер болса хабарласыңыздар, өнер көрсетуге әрқашан дайынмын. Рахмет, қасиет.